сені, әнші бағым, гүлім дейін сені, көзіңнен бір жолға кірсем. Келші бағыма, әлде қайда ұшпай, келші жаным, қоншы қолыма, арман аппақ құстай, қоншы жаным, келші бағыма, қоншы қолыма. Бекжан мен Жұлдыз шын бақытты болсын деп жақсылап қол соғып қошеметтеп қояйық ағайын. Өте тамаша, әдемі, толқулы, соңғы заман талабына сай осындай көрініспен тойымыз басталмай жатыр ағайын. Тойымызды Адай еліндегі ұлы тойды, ұлы қуанышта шатын, бидің шашуы шашатын, сонау алыстан ат шаттап келген оңтүстіктің дүлдүлдері мінекей. Әвет мемлекеттік ән-би ансамбльде жақсылап қошеметтеп қояйық ағайын. Мөп-мөлдір көздің қарасын тараздан ғана табарсың. Evet.
ұлы қуаныш құтты болсын деп жақсылап бір қол соғып қошеметтеп қояйық кәне ағайын. Мінекей, қымыз ішіп қазғақта ет жеген, бұл қазақтың даласындағы той еш уақытта да бітпеген. Сырты сәулетті, іші дәулетті, асханасы мен баспанасы келіскен, осындай аумағы ат шаптырындай, хан сарайдай болған, атына затсай, осындай тойханада 200-ден асан қонақты жинап отқанымыз ағайын, дүние жинайын дегеніміз емес. Үлкен кішіні жақсылап сыйлайын дегеніміз, көпшіліктің көңілін табайын дегеніміз. Бүгінгі мінекей үй болып отқан, жаңа отбасы болып отқан Бекжан мен Жұлдыздың тойын тойлайын дегенімізді тағы қошеметтеп қояйық ағайын. Және де мінекей Алталаштан осыншама қонақты жинап отқан бүгінгі мінекей сіздердің шын ықылас құрметке лайық той егесі Бектемір ағамыз бен Жадыра жеңгемізге тағы қошемет болсын ағайын. Енді ағайынға көп сөйлеп созбайық, әдеттен озбайық, ертеңді кешікмайық, жақсылап барлығымыз олымыз атырып бүгінгі мінекей шын жүрекпен, шын көңілмен, ыстық ықыласпен, қошеметпен бүгінгі мінекей үйленіп отқан, некесі құрып отқан Бекжан мен Жұлдызды қарсы алайық. Кәнекей орнымызға тұрайық жақсылап. Жастар кәнекей. Қайда? Қошемет айқай шықпайық. Әке, үйленіп отқаныңыз, мінекей отауға отқаныңыз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Үйленген қалай екен, бәке? Күшті, тамаша. Жұлдыз күйеуге шықтық қалай екен? Керемет, шапалақты керемет. Өте тамаша, мінекей ағайын енді осыншама халықтың алдында бұл семьяда білесіздер ұрыс керістің неден басталады, кім бастық дегеннен басталады. Сондықтан мінекей осы жанұяда, осы мінекей бүгінгі семьяда кім бастық болатынын осы кезден бастап шешіп алайық. Қазір жігітке және қызға 300 сұрақтан қоямын, кім мүлтікпей жауап береді, сол бүгіннен бастап осы жанұяның бастығы болсын деп келісейік. Бола ма бәке? Бола ма Жұлдыз? Тамаша. Ал балтаның сарбасында бәке өзіңізден бастайық. Математикадан қалай едіңіз? Наша. Жақсы. Ендеше сәл жеңілдеу болады, онда 2-ге 2-ні қоссақ қанша болады бәке? Молодец. Оқыған екен, көкейге көкті тоқыған екен, айдар едім бәкеңді жігіттердің высший сортынан екеніп қошеметтеп қояйық. Ал енді Жұлдыз саған сәл оңайлау болады, мына география деген сабақта қалай едің? Жақсы, қазір байқаймыз. Мына Жапония елінің жағасында өсіп тұрған түсіксіз талдың астындағы белгісіз жәндіктің аты не? Қанша уақыттан ма? Қанша уақыт дейсің ба? 2 секунд қой. Жоқ па? Білмейсің ба? Білмеймін. Білмейсің ба, оны мен де білмеймін. Ал ендеше екіншісі сәл қиындау болады. Мынау енді сен бүгін Тараз қаласынан осы өнер сыйлағандықтан әнші, биші, бүкіл Жұлдызды бағасына қарамастан сонау Тараздан алғыздың. Енді мына Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген халық әртісі Мақпал Жүнісованың фамилиясы кім? Жүнісова, молодец, мінекей, қандай тамаша. Өте ойланбай жауап берді ғой, өте тамаша. Ал енді соңғы Жұлдыз саған байқайық, соңғы сұрақ, мына сырт сәулетті, іші дәулетті, асханасы мен баспанасы келіскен күшті Зәулім сарай деп мақтады. Осы Зәулім сарайдың салушысының аты, жөні, фамилиясы, туған жылы кім? Білмеймін.
Мен талай келдім ғой маман. Ал ендеше 2-0 деп бүгін мінекей 3-ші сұрақтың қоюдың қажет жоқ. Бүгінгі жанұяның бастығы әрі президенті Бекжанды қошеметтеп қояйық ағайын. Мінекей екі жастың жолы ақ болсын, басына бақ болсын, елімізде тыныш заман болсын, ұл қызымыз өсіп өнген адам болсын, келген қонақ миы ашып беретіндей, болашақта Бекжан мен Жұлдыздың үйінде көптеген бала болсын ағайын. Мінекей жиналды мына жамағат, азаматша мен азамат. Анау ағатол бүгіннен бастап өздеріңе аманат. Халықтың шапалағы қатты, басқан қадам сәтті болсын. Ағатолға кеттік ал. Арман жар, ғашық болып екі жас қалды жар. Арман жар, бақыт құсы қолына қонғаны бұл жар. Шаршарақ бұл алтынның өтегесі жар. Келмесін жасынау, келмесін жар. Той дейсін қызым мен қолымдағы жар. Барғазының тойы қолымдағы жар. Той дейсін қызым мен қолымдағы жар. Барғазының тойы қолымдағы жар. Ал тамаша ағайын, ендеше біз қазақпыз, есептескен теңменен ата салтын аттап өтпеген. Бүгінгі тойда ашатын, батаның шашуын шашатын мінекей осы Адай еліндегі ұлы қуанышымызға 3 ел ағасы келген екен. Әбдіғапар ағамыз келсе, бұл кісі Мақтаарал ауданының ардагерлер ақсақалының төрағасы, кіші жүздер қауымдастығының президенті, және де Омархан ағамыз мінекей осы Жетісайдағы ең керемет мектептің директоры және де Бейсенбай көкеміз. Бұл кісі көшенің ақсақалы. 3 атамыз келсе, тойымыздың алтын дүрлігін ашып берсек әдеке. Көбешін ағамыз келсін кәнекей. Көбешін аға келіңіз, ақ батаңызды беріңіз. Тамаша, Көбешін атамыз келемін. Аха. Ендеше Адай еліндегі ұлы тойды, ұлы қуанышта шу өздеріңізге берген екен. Той, қуаныш құтты болсын. Көбешін ата келіңіз. Құрметті қауым, тойға жиналған көпшілік. Мінекей мына бүгін біздің мына ініміз, баламыз бенің келінімізге бір жақсы тілек айтайын деп тұрмын. Қабыл алыңдар. Бісміллә деп көтеріңдер білекті, мен бір айтайын тілекті. Шырақтарым, бақыттың базарында болыңдар, қыдырдың назарында болыңдар. Әуелі Құдай оңдасын, бекет атам қолдасын, ешбір жамандық болмасын. Құдайым қана берсін, қана берсе сана берсін, денсаулық сендерге және берсін. Еспен түргі ойнайтын, қара бүрдің манап бала берсін. Төсті оны қатқандай, түйелі оңдай нарын берсін.
сұлу бір жирен тайын берсін. Талабың ғанам оң болғай, несібелерің артын сол болғай. Осы емдінің ағымыз ұтынбасын бардың ұсын қалың. Аумин көбеш ата, жиналды алыс жақын туысыңыз, сіздің де алдыңға толы болсын туысыңыз. 80-де секіріп атқа мінген ата жолын үстіне қуысыңыз. Немередің әйелі сәлем салсын, Құдай қаласа, шөберінің қолынан келіп су ішіңіз деген ниеттеміз. Ал келіңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым. Құрметті мынау бүгінгі Тастемір мен Жанардың үлкен мынау кіші ортаншы баласының тойына жиналған қауым. Бұл той халық ағарту мұғалімдардың тойы деп есептеуге болады. Себебі мына Жадыра қарындасымыз мына 30 жылдан жоқ осында қызмет істеп келе жатқан жағдайы бар. Мен кіші жүз емеспін, мен ораз келдім. Өйткені мен жаңа мына балам айтып кетті ғой, адайлар одан кейін кіші жүздер деп нақты. Соған менен нақты мен айтып кетейін кім екенімді. Осында қалардыгерлер кеңесінің төрағасымын, Әбишев Бейсенбай деген ораз келдім. Ал енді Құдай күні Қоңсыдан деген 20 жылдан бері қоңсымыз. Ал енді Жадыра қарындасымыз екеуі қосылмай тұрғанда Гагаринді істеп жүргенде мен Гагаринде 8 жыл істедім, Гагаринді жақсы танимын. Қарындасымыздай болып кеткен, мынау Тастемір ініміз, менің інілеріммен жолдас. Сондықтан біздің ешқандай алыстығымыз жоқ. Жаңағы сіздер ойлап қалмаңыздар, кіші жүздің тойын Оразгелді ашып жатыр деп. Сондықтан айналайын мынау тойшы қауым. Бұл той беру дегеннің өзі үлкен сын болып тұр ғой. Ал енді міне ата-ананың жинағаны тойға берсін деген міне бүгінгі Жадыра қарындасымыз Тастемірдің екеуінің міне бүгінгі ортаншы баласында жиналып отырсыздар. Өткенде Беташарында болдық. Міне келініміз мынау Атыраудан екен. Айналайын келін. Мына бүгінгі басқан балам екеуінің қадамдарын құтты болсын. Ол қадамды баса бересіңдер, бірақ бүгінгі сіздерге айтылатын жақсы сөз, жақсы ниет, соның бәрін қабылдап алсаңдар, сендер жаман адам болмайсыңдар. Айналайын келін, қазақ айтады, алдында жүрсең сөз тиеді, алдында жүрсең көз тиеді, артында жүрсең сөз тиеді дейді. Золотая серединада болсаң, мынандай келін боласың айналайын. Сондықтан мінеге Жадыра айналайын, Тастемір, мына бүгінгі тойларың құтты болсын, 2 жас бақытты болсын, Құданы Құдай қосады, досы пайғамбар қосады деген мына құдалықтарың 10 жылдық болсын. Құдай ұзағынан сүйіндірсін, айналайын тойшы қауым осында отқан ағарту жұмысының үлкен коллектив келіп отыр. Сіздердің коллективтеріңізге міне осы 16 жыл оқу жылы үлкен табыс тілеймін, дендерің сау болсын. Құда қаласа осындай тойлар жұмысты бола берсін. Мынау алдарыңызда келе жатқан қырман дейміз біздің Мақтаарал ауданының. Мынау қырмандарың берекелі болсын, дастархандарың берекелі болсын. 2 жас бақытты болсын, той болсын. Рахмет. Аумин, айтқаныңыз келсін. Бұл Бейсенбай атамды танымайтын қазақтың баласы жоқ. Бейсенбай атам өз еңбегін ақтап болған. Бейсенбай атамды жетісай емес, бүкіл Қазақстан мақтап болған. Бүгінгі тойға киген көйлегі де Бейсенбай ағамның аппақ болған деп мақтап қоясыздар. Ал, тамаша, келіңіз. Анау құрметті ағайындар, кеш жарық той құтты болсын. Анау шында да осыдан 1-2 жыл бұрын үлкен бала үйленсе солай ғой. Мынау екінші бала үйленіп жатыр. Мына балаларды біздің жаңағы Тастемір мен Жадыра шында да жақсы тәрбие берген, білімдері өте жоғары деңгейде, жоғары оқу орындарында оқып, өздерінің білімдерін шыңдап, осындай үлкен азамат болып жатқан жағдайлары бар. Ал енді бұл енді үйлену заңдық. Сол мынау келінді түсіріп отыр, құтты болсын, келіннің аяғынан дейді ғой. Сол сияқты осы 2 жасқа сіздердің отбасыларыңызға үлкен денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін. Мынау болашақта осы біздің жастарымыз үлкен жаңағы азамат болып, өсіп,
біздің мынау егемен еліміздің үлкен бір азаматтары болып, сол жаңағы біздің республикамызда бір танымал жаңағы мамандар болып өсе беруіне, өне беруіне мен тілектеспін. Барлық осында отырған кісілерге денсаулық тілеймін, осындай той тілеймін. Рахмет. Тамаша ағайын, мінекей бүгінгі адай елдегі, тоқтаңыздар, кетпеңіздер, мінекей үлкен қуанышымызды осы кісілерге ашып атқанымыз бекер емес. Қазір ғана мінекей сөзді сөйлеген Омархан атамыз, бұл да Қазақстан көлеміне танымал көкеміз. Бұл кісі өзі мұғалім, мектеп директоры, мінекей кішкентай Жетісайды бүкіл Қазақстан аумағында танытып жүр. Бұл кісі мінекей кетпенді шапқан, ұл-қызды өсіріп қаққан, Құдайға ақбелімен жаққан, кеудеге алтын алқа таққан. Кеше ғана елбасымыз оңтүстікке келген кезде Омархан адамды мақтап, арқасынан өзі лично қаққан деп қошеметтеп қойыңыздар ағайын. Мұғалім деген жақсы мамандық, тілемейді адамдарға жамандық. Мен де сізге тілеймін, басыңызға бақыт, байлық, амандық. Енді адай еліндегі ұлы той, ұлы қуаныштан мінекей жоқсыз болсын деген ниетпен бізде де сыйымыз осы тойдан үшеуіңізге 3 алтын шапан киіңіздер. Шапан жабамыз. Қазағымыздың салты бойынша 3 көбеме, 3 ортаға шапан.